Сәлем достар, Үнжуасыздар арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде новый челлендж. Біз қазір 24 сағат асылзат екеуміз бір түсте болатын боламыз. Неге асылзат жоқ қасымда десеңіздер, өйткені мен қазір гетреде өзіме түсіріп жатырмын. Бір жаққа барамыз қазір айтатын боламын бәрін. Мен қазір осылай боянып жатырмын, а ол бізде боянбайды. Сондықтан ол қазір ана жақта отыр, ал мен қазір гетреде түсіріп болған соң сіз бізге қосылады. Ең алдымен видео бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып отырыңыздар, қолдаңыздар бізді. Біз қазір қайға барамыз десеңіздер, таңымызды негізі завтрактан бастағымыз келген, бірақ үйде бізде розовый және көк заттың да айтпақшы біз түсті. Кстати, сол үшін мұндай заттар бізде вообще магазинде де үйде де жоқ екен. И сол үшін біз магнумға барайын деп жатырмыз. Солай. Біз қазір сол обедімізді де, яғни түскі асымызбен таңғы асымызды сол жақта ішетін боламыз. Ал кешкі асымызға біз білмеймін, үйде жасаймыз ба деп жатырмыз. Достар, мен макияжым осылай шықты. Ал мен сіздерге қазір не киетінімді көрсетейін. Менде осында бір розовый нежный көйлек бар. Вот. Қысқа көйлек. Қазір осыны киетін боламын. Кеттік. Достар, короче, біз уже шығып бара жатырмыз. Қайда десеңіздер, біз қазір таңғы асымыз бен түскі асымызды алуға магнумға кетіп бара жатырық. Қайқа кетіп баратсың? Магнумға. Менде осында, короче, лук. Вот, менде осында. Розовыйға жатады, я? Еще қазір бір көйлек. Хүлі, қымашы. Осындай асыл затты көк. Екеуміз гендер пати отыр қой. Еще көк. Мен осылай шашым жайып алдым. Асыл затта былай. Мен күшті заттар алам. Еще достар, біз 10 минутта өзімізге керек заттарды алуымыз керек. Ал үлгермесек, қайсымыз көп алады екен, сол жеңеді. Мен көп алам. Тоқта. Достар, біз көргендеріңіздей уже магнумға келіп тұрық. И біз қазір түскі асымызды бостан-бос қашпай интересно қылғымыз келіп тұр. Магнумнан қазір біз 10 минуттан немесе 5 минуттан өзімізге керек заттарды алуымыз керек. 10 минуттан сөйтіп қоямыз да таймерге, сосын бөлек-бөлек. Жейтін затты да көп болу керек. Сырты ғана емес. Іші, короче, мысалы асыл заттікі іші көк болу керек. Егер болмаса саналмайды. Үйге барып жесең, іші көк болмаса жемейсің. Қазір соның бәрін 10 минутта қалай алып үлгеру екен, соның бәрін көретін боламыз. Маған қызық болып тұр. Бастаймыз ба? Давай. Мен алам деп ойлайсың, көк сусындар жоқ қоя, бірақ соқтар. Қиын. Мен же ана, короче, кеше тауған бір миринда соқтар бар екен, розовый. Жоқ, розовый соқтар бар. Көреміз. Сен су алсаң. Кеше түсінде магнумның тиктогын көрдім ғой. Я бүкіл іздеп алдым кеше достар. Бәріне дайынмын. Бізде осындай челлендж. 24 сағат. Мен розовый. Ал асылзат көк. Давай кеттік. Тоқта, таймерге қояйық. Басталды. Ұстап жүріңіз. Жоқ, іші де көк. Мам, ішінде көкін ғана жейін. Өлі қош. Болады, көкін ғана жейін ішінде. Қалған езсіз. Іші көк емес оның. Мен қазан алам. Осы тұстарда салқынмен жаурап кеттім ше. Ал. Екі сәт. Түскі мама, болмайды ғой. Наяқтарда ғой. Мам, наяқта. Мен өзіме мороженое көріп алайын. жаңа не ғана
несі. Мама болмайды ғой. Ол шақ. Что тут у нас? Бабулгам. Вообще нечестно, достар, мамадан паузаға қойып қойған ғой. Аяқта, короче. Жоқ, мен жаңа ғана қостым 7 минуттан. Ужас. Наконец-то. Мынау бол ма? Жоқ. Мынау? ішінен теріп алам десең араласын ал. Болмайды. Ішіне көгін теріп алады ғой. Мен қазір мынандай аламын, достар. Мынандай аламын. Мынандай бар екен. Мынау шу? Ода жоқ көк вообще. Мынау сана. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ана конфетім болсын. Бір шетте түсіп Енді үнжілдің кезегі. Бақаума. Мам бақаума. Дейді анам. Алдында жетпен ала жүрсің бе? Еще көк емес пара. Ула. Розовый не бар, да, ше? Розовый шоколад бар, я? Бірақ синий вообще жоқ. Өзіңе үлкен болып кетпей ма, мынау? Достар, бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Болма? Нормально. Мен, кстати, достар, біз әлі таңғы асымызды ішпедік. Біз осы үйде андай розовый заттар жоқ болды. Сок вообще ештеңе. Магазинде де жоқ болды. Азан мен магазинге барып келдік. Енді осы түскі азанғымыз түскіміз болады, таңғы асымыз. Ja, таңғы асымыз түскі асымыз болады. Маған қызық болып тұр, мына көк пе екен? Көк емес, 100%. Что за пар мамаға берсін дейсіз? Жоқ. Это не кетсін. Достар, үндіге дизлайкасыңдар. Жоқ. Асат розовыйда қаншама цвет бар, мынандай ғана емес. Мынандай жабық розовыйда бар ғой, достар. Это? Достар, розовый. Көріне ма? Біз, короче, осы яқтамыз. Мен лупқам, кстати. Жұмтып, біз осылай. Қазір біз мынаяққа Сансай деген неге кірдік, бір магазинге. Осы жақтан киімдер болады. Вау! Неше екі достар. Осылай ой ғой. Жена ашылында бандамка и очки бар. Сокалдар бар. Ой, әдемі. Или басқасын алайын ба, достар. Мына күшті сияқты осына розовый. Мына подружкаға келдік. Короче, я... Ой, қытан емес, қытан. Не аламыз? Маска алайық. Вау. Мынаны алам. Ал асызат не алады екеуміз. Ал достар, біз үйге келдік. Енді сіздерге кішігірім распаковка. Кішігірім Сансайға кірдік. Осы осылай екі бокал алдым. Кешкі асымызды осыған қойып шықты, Иә. Көк және де розовый. Бірақ мына іші розовый екен. Бола береді. Бірақ сырты көк болса. Екеумізде парный. Яна малай деген болса, осы екен көк қалып болса, екеумізде парный қалып болса, екен алып берді. И бізде зубный паста. Бля, зубный щетка. Ой, зубный щетка. Короче, розовый болмағандықтан үндіге қызыл. Қызыл емес бұл, андай ғой. Қарасам, мына жағы ашық розовый да, мына жағы. Иә. Жабық Бет розовый. қарасам, бет қызыл сияқты ғой көрінеді, бет қарасам болды.
Қарасаң болды деймін. Бізде осылай Камераға патчи. бірақ қызыл болып көрініп тұр ше. Иә. Бірақ негізі андай жабық розовый. Бізде осылай Сосын маска мен көп. патчи. Бұл кімге? Ол білмеймін, ала салдық. Анау, короче, сол неге мыналарды берген кезде осындағы подарокты бере салды да. Иә. Ол білмейміз. Мына мамаға бере саламыз, иә. Иә. Болма заттар. Бізде вот это. Ұнап бір жеңі ғана әдемі. Еще жылтырап тұрады. Нежный. Мынау көгі маған, мынау розовый маған. Ясын тағалайық. Қолымызға тағалайық да. Давай шеш. Достар, короче, бүкіл Ревада мағынап жатыр. Бізді қолдап кетіңіздер. Болды біздің распаковкамыз нәрсе. Бітпеді. Біз қазір кешкі ас таңдаймыз. Біз осылай екеуміз осы краситель осып осынау асыл заттікі, мынау менікі. Қазір осынау вафельный сағат пісіретін боламыз. Ол достар, мен кешкі асын ішейін деп жатырмық, уже асыл зат екеуміз. Бұл жерде өңшең тәтті тамақтар, бұл жерде үйдің тамағы нормально болып тұрған тамақ болуындау ғана. Бұл не десеңіздер, осындай краситель қосылған омлет, яғни жұмыртқадан жасалған. Ал мынау бізде осындай вафли, типа розовый түсті. Бізде маршмеллоу, мармеладики и осындай коктейль клубничный, сосын сок, бокал осындай розовый и сосын осындай макаронс. Все, менің кешкі асым осындай полный розовый. Қалай ойлайсыздар, комментария жазып кетіңіздер, жатама. Давайте. Бұл менің кешкі асым. Осындай су мен сок, и мынақта йогурт. Мынау саналады деп ойлаймын, өйткені ақ пен көк араласқан. И бізде омлет, краситель қосылған, и вафли. И мынақта ыдыстар. Мындай көк бокал. Сіздерге жаңа распаковка түсіргенде осындай көк бокал. Өзіме де ұнады, күшті. Сол, тамақтанамыз енді. Ал достар, біз уже тамақтанамыз деп жатырмыз. Все. Біз вечерный уходымызды жасайын жатырмық, кешкі уход. Мынау бағанағы алған заттарымыз, мына екеуін көрсетуді ұмытып кетіппіз ғой. Короче, осы екі масканы қолданамыз. И сосын мынандай жаңадан алған щеткаларымызды осымен тісімізді жуайын деп жатыр қазір. Сонда мен шашымызды жинап алайық та. Pick me. Короче, осылай. Вот мынаны мен қазір тісімізді жуып, сосын маска қойып, и шашымызды жинап алатын боламыз. Кеттік. Все, достар, мен бет қолым полный жуып, бетімді умывашкамен енді қазір маска жасайтын боламын. Біз маска қойын деп Короче, достар, оны біз тапсырып жатыр. Баша не хал? Біздің маскамыз сөйлемей қалды. Біз маскамызды, да? Сырты осындай розовый, көк, бірақ өкінішке орай іші ақ. Все, достар, пока-пока. Сонымен, достар, біздің видеомыз соңына да жетті. Біз бүгін өте күшті цветте болдық. Мысалы, мен розовый, асылзат көк. И күшті бүгін тамақтар жедік. Бірақ бізде бүгін полезный дем болмады. Өйткені бүкіл тәттілер сондай нелеп жеп, әше мен жүрегім құсқым деп тұр қазір, если честно. Ал менің қайттан жүрегім кеп тұр. Қойбай, тұрмайық та. Сонымен, достар, біздің видеомыз ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, бізді қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен, достар, біздің видеомыз ұнады деген ойдамыз. Тағы да қандай видео түсірек, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Сізге асыл зат па, менің ба, қайсымыздың цветіміз больше ұнады. Еще қайсы честно болды.
Соны да комментарийға жазып кетіңіздер. Біз честно ойнадық па или жоқ па? Кімдікі нечестно, соныкін жазып кетіңіздер. Бәрін жазып кетіңіздер. Біз комментарий оқимыз. Обязательно сіздерге ответ беретін боламыз. Ал сонымен, қош сау болыңыздар.